Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Айгерім. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода мен сіздерге аджиканың жасалу жолын көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Құрамына керекті заттарды астындағы описание бөліміне жазып қалдырдым. Ең алдымен помидорымызды ет тартқыштан өткізіп аламыз. Мен согын бөлек, дәнін бөлек өткізіп алдым. Сіздер қаласаңыздар помидордың өзін өткізе берсеңіздер болады. Міне осылай помидордың согы әдемі бөлініп шығады. Менде осындай насатка болғандықтан жасап көруді жөн көрдім. Енді ашты перецтің осындай үлкен түрі полугорки деп аталады. Осындай түрін алыңыздар, себебі етті болып келеді және де ашығанға оңай болады. Мен осындай перчатка киіп тазаладым, себебі аштысы қолдарыңызға жұғып, қолдарыңызды ашыту мүмкін. Сол себептен перчатка киіп алыңыздар міндетті түрде. Осылайынан ішіндегі дәнектерін алып тастадым. Келесі ашты перецтің осындай кішкентай түрінен де тазалаймыз. Мен сіздерге ашты перецтің ішіндегі осындай дәнектерін алып тастауға кеңес беремін. Аджикамыздың түрі әдемі қып-қызыл болып шығады. Енді туралған ашты перецтің бәрін мясорубканың көмегімен өткізіп аламыз. Ең соңынан чесногымызды ашып, оны да өткіземіз. Міне ашты перецтің бәрін мясорубкадан өткізіп алдық. Қарасаңыздар, ішінде дәні жоқ, қып-қызыл әдемі болып шықты. Помидорымыздың соғы да дайын. Енді осылардың бәрін үлкендеу ыдысымызға құямыз. Барлығын ақырын ыдысымызға салып, жақсылап араластырамыз. Қайнағанша астын жай отқа қойып, бетін жауып қоямыз.
Қайнағаннан кейін дәміне қарай тұзымызды салып, жақсылап араластырып, 15-20 минуттай жай отта қайнатамыз. Алдын ала банкілерімізді жуып тазалап, парлап аламыз. Міне біздің аджикамыз дайын болды. Түсі де қып-қызыл, өте әдемі, осындай қою болып шықты. Осыларды банкілерімізге ақырын құйып аламыз. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер. Жасалу жолы өте оңай, ешқандай да қиындығы жоқ. Сіздерге ұнаса, менің арнама тіркеліп, лайк басып және де комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақыттарда сіздермен көптеген рецепттермен бөлісетін боламын.